Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. Хәкім Абайдың осы бір өлең жолдары адамзат өмірінің арғы бергісін өлшеп, екшеп тұрғандай әсер қалдырады. Расымен, темір өзекті пенде жоқ, өлмес адам елде жоқ. Бірақ ғұмыр дариядағы жүріп өткен жолымен, тағылымды ізімен туған туыс арасына тұтқа болған тауанды жандар болады. Бүгін біз сондайлық ісімен есте қалған, көңіл күмбезін мекен еткен ет жақындарымызды сағынышпен еске алып, құран бағыштаймыз. Қара жердің құндағын жамылғы еткен, фәниден бақиға озған Әнуар атамыз бен Зинагүл апамыз хақында Әбілмансұр бауырымыз жайлы аздаған дерек ұсынғымыз келеді. Әуелі тереңнен тамыр тартқан ата тегімізді тарқатып, бабалар есімін ардақтап өтуді жөн көрдік. Әйгілі Абылай ханның бір бәйбішесі Тоқта ханымнан Атығай қарауыл руы өріс алады. Сығай, Тағай, Сөк атты үш ұл туған. Сығай сұлтан Абылай ханның маңызды тапсырмаларын атқарған. 1819 жылы Тянь-Лун басқарған Қытай елінің астанасы Пекинге дейін барып, миссия жетекшісі болып келіссөз жүргізген. Сол Сығай сұлтаннан Байғар атамыз тарайды. Ірі, кесек тұлғалы батыр болған деседі. Жетісу жеріндегі жұрттың тыныштығын күзеткен. Байғарадан Бексұлтан төрі, Бексұлтаннан Иманғали, Иманғалидан Әнуар атамыз өрбіген. Әнуар Иманғалиұлы 1915 жылы Қаратал Көксу өзен алқабында ата қонысында туып өскен. Ұл бөбек Құсни апа әжелерінің тәрбиесінде болып, алаңсыз ержеткен. Талдықорған қаласында арабша сауатын ашқан. Лепсан қарындағы Жадай жошы, Қапалдағы Атхан төрі, Қараталдағы Мамырхан сұлтан, Алтын емелдегі Тезек әулетін аралай жүріп, жыршы жыраулардың жырын жаттап, Сыр Сүлейі Сүйінбайдың бай мұрасын ойына тоқып өсіп, тәрбие талшық етті. Ғасыр перзенті, дәуір данасы Шоқан Уәлиханов айтқан, адам бойындағы адалдық пен әділдікке басқа бір қадір қасиет теңесе алмайды деген ұстанымын өмірлік бағдаршам етті. Ұрпағының бойына сондай асыл қасиеттерді сіңіре білді. Өсіп өнді, көктеп көгерді. Зиялы, зерек қария болды. Тағдырдың сан соқпағын ерлігімен еңсерді. Турашылдық, кісілік пайымдарынан ешқашан айныған емес. Ағайынның ала жібін аттамау, білімді, қайырымды болу ұстанымдарын ұрпағын аулықтады. Тік мінезді, бетің бар жүзің бар демейтін, ақ алмастай, асқақ қалпымен үрім бұдағының жадында мәңгілік жатталары хақ. Ал Зинагүл апамыз мінезі салмақты, кішпейіл болатын, жан жағына жылу мейірімін шашып жүретін. Құдай берген ұл қыздары Тұрсынхан, Гүлсімхан, Шәрбан, Абулхайыр, Әбілмансұрлардың бойындағы мейірім ізеттілік осы Зинагүл апамыздан берілсе керек. Ол кісіде төре тұқымы, түпкі аталары жалайыр төрелерінің бір бұтағы әділ төреден тарайды. Сондай ізетті жан еді. Өмірінде ешкіммен сөз таластырған емес. Қашанда үйге келген ағайын туыс, көрші көлемге дастарханы жаюлы, қазаны қайнаулы болатын. Әбілмансұр бауырымыз разрядты спортшы еді. Көп оқитын, жаратылысынан өте дарынды болатын. Абай трактаттарын жатқа айтып, нақыл сөздерді санасына қаттап отырушы еді. Жоғары санатты инженер болды. Ол балалардың өсіп қалыптасуын қатаң бақылауда ұстады. Бейбітті бір тал қызды беркелетсе, Ералы мен Керімді үнемі шаруаға жүктеп, еңбек тәрбиесімен баулады. Нәтижесінде екеуі де еңбекқор болып өсті. Москвадан алған сертификаттармен
университетке қабылданды. Дүниенің жалғандығы рас екен. Жан бауырымыз Әбілмәнсүр 44 жасқа қараған шағында жүрек талмасынан көз жұмды. Төбеден жай түскендей боп, мең-зең күйде еңіреп қала бердік. Кездесіп қалардай өзің алдан, елеңдеп жүремін ертелі кеш. Кездесіп қалардай өзің алдан. Орнында бар оңалар деген жақсы нақыл бар. Өмірден өткен Әнуар атамыздың, Зинагүл апамыздың, Әбілмәнсүр бауырымыздың рухына құран бағыштап, ағайын туған ұлағатты ұрпақ қалды. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торға болып, Құран нұры қабірлеріңізді жарық еткей, ардақтыларым. Шыға алмай аңсаған биігіңе, түсінер бармадым дүниеде. Кеудемде қалған бұл күйігіме, бір жүр күндерді